Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. 9-дан 27 минут уақыт кетті, ал Таңшолпан одан әрі қарай жалғасады. Қымбатты көрермен, әрдайым жаңа күнді өздеріңізбен бірге қарсы аламыз. Таңшолпанның өздеріңізге ұсынар қызықтары өте көп. Оның ішінде сыйлықтарымыз бар, пайдалы бейнематериал, ақпарат және Таңшолпанның дәстүрлі таңғы эксклюзиві. Қымбатты телекөрмендер, бізге хабарласыңыздар, сыйлық ұтып алыңыздар, күн сауалын ұмытпасаңыздар. Біз әлеуметтік желіге жарияладық, сол үшін жауаптарыңыз беріңіздер. Ал дәл қазір біздің әріптесіміз Абылай Ғадылжанұлы, белгілі әнші, актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Малаевпен сұхбаттасқалы отыр. Бізде бүгін қонақта, ендеше сөз кезегін берейік. Абылай, сөз кезегі өзіңде. Қайырлы таң. Рахмет әріптестер, күндеріңіз сәтті өтсін. Қымбатты көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта танымал, кезінде де танымал болған, қазірде әлі жарығын сөндірмеген Бәйтерек тобының солисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, актер, әнші, өте позитивті жан Ерлан Малаев ағамыз. Ассаламалейкум. Қош келдіңіз. Ассаламалейкум. Қайырлы таң. Сізді көріп, мен қазір ұйқым ашылып, кішкене бір сергектік пайда бола бастады, себебі үнемі көңілді жүресіз, Ереке. Осының сырын білгім келіп жүр. Жалпы, мен айтып жүрем, үнемі Ерлан Малаев ол күлуден ұялмайтын адам. Жайдарманда да көпшілік байқайды енді, жерді тепкілеп тұрып, жаңағы маңдайды ұрғылап тұрып, рахаттана күлесіз. Сыр неде? Жоқ, енді көңілді жүруіңіздің. Абылайхан, біріншіден ассаламалейкум құрметті қазақстандықтар, ассаламалейкум Таңшолпанның көрермендері. Абылайхан, Абылай бауырым, шынымен ақ бұл енді мен табиғатымда сондаймын өзі. Мен көп мұңайып жүре алмаймын. Мұңаятын кездері, мысалға адамның мұңаятын кездері қазіргі заманда көп қой. Біз енді бүйтіп мұңайып жүре берсек, ол өмірдің өзі сондай бір ақ бір қара ғой. Сондықтан мен көбінесе сол кішкене позитив жағына қарай өз-өзімді позитивті таңдап сол жаққа қарай жүруге тырысам. Абылай енді көбінесе андай позитивсіз жолдар кішкене көп қой. Сондықтан ол жаққа түсіп кетпеу үшін қандай жаман, мысалға жаман настроением болса да, сол жаман бір кездерде адамның 50% күнде 100% жолы бола бермейді ғой. Жол болмайтын кезде, кейбір кезде жұмысын оңға басып қалған кезде, кейбір кезде сондай кезде адам өз настроение көңіл күйі жоқ болып қалады да. Сол көңіл күйді жою үшін, көңіл күйді позитивқа алмастырам. Қалай ол? Қалай сіз? Алмастырам. Ол өте бір... Ол деген қиын нәрсе. Оңай шаруа емес ол. Оңай шаруа емес, оған көбінесе мастер-класс көрсету керек оған. Сіздің салмақтарыңыз жазылу керек сияқты. Енді қазір Бәйтерек тобы тараған жоқ қой? Жоқ, Бәйтерек тобы бар. Алаңдататын сұрақтың біреуі. Иә, Абылай, ол Бәйтерек тобы қазір бар, Аллаға шүкір. Біз енді жиі болмаса да былай жиналып тұрамыз. Енді біздің ойымыз бар, әлі бізде Алла қаласа бір өзіміздің де үлкен юбилейный дата дейді, 15 жылдай болып қапты. Соның бір балалармен жиналып, бір жақсы бір халықты көрмей кетті көбінесе. Осы нәрсе мен күткем, керемет жаңалық. Шығатындай бір жақсы бір юбилейный концерт істесек пе деп отырмыз. Ол енді алдағы жоспарда, қай күн екенін білмеймін, бірақ енді жиналған кезде әндердің басын қосып, сонан кейін әрине тірі дауыста қайта өңдейсіздер ме? Сол күйінде айтасыз. Кейбір әндерді қайта өңдеп, кейбір әндерді сол қалпында қалдырсақ па деп сөйтіп ақылдасып жатқан кезіміз бар. Менде негізі қызық сұрақтар көп, бірақ енді тікелей эфирде уақыт шектеулі екенін білесіз. Осы қалған уақытты пайдаланып бір әндердің кезегіне берсек деп отырмын. Ностальгияға бөлейтін, сезімді тербейтін Сен деген әндеріңіз бар. Керемет, оны кезінде өзімізде сүйіп тыңдадық, қазір де тыңдаймыз. Содан бір жанды дауыста гитараның сүйемелдеуімен, менің сүйемелдеуімен орындап көрсек. Көрек ал. Шумағы қайырмасымен, е? Ал, көрек. Сен ақырында баста, мен қосылайын. Бұрауын қара болайын. Ал кет. Бұрауы қалай, жақсы ма екен? Жақсы екен. Өзің ұнаса болды. Мұң тұндырып жанары, жолдарым жылжып барады, жүрегім мәк жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз табыса алмай кетеміз.
арманымнан уайым кештім, менде саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым сүйе алмас менде ешкім. Арманымнан уайым кештім, менде саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым сүйе алмас менде ешкім. Сен нәзік жүрегіңді үнсіз жылаттың, мен жан жүрегімді әнмен жұбаттым. Жаным сәулем, сен нәзік жүрегіңді үнсіз жылатпа. Шын ғашықтар қосылмайды бірақта, арман әнім. Сен ең соңында на-на-на-на-на-на-на деп лизинге билеп кетесің. Бір еске түсіріп, жаңағыда айтып қалдым ғой, сұхбаттың барысында бір студент кезінде осы әнді орындау арқылы қыздардың бөлмесіне барып тегін тамашып кететін. Саған да кішкене бір несібесін тигізген екен ғой Абылай. Пайдасы деген. Сол үшін шығардық қойын, сіздердің жағдайларыңды ойлап. Рахмет үлкен. Қымбат телекөрермендер, біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, актер, өте позитивті жан, әнші Ерлан Малаев ағамыз. Дәл қазір біздің студиямызда ән орындалады. Алыстамаңыздар. Сен сұлу қаншайымсың, боралған балқайыңсың. Армансың боз балаға, жаз деген ханзадаға. Жанымның жұлдызысың, бағымның бол-болысың. Шуағың таралғандай, сұлулықтан жаралғандай. Ертегі мұң бұрдың, бекесің ай мекін, бекесің жұлдыздайсың ағыл моқшаттағыңнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың әсап жүрік сәніңнен. Мұң бұрдың, бекесің ай мекін, бекесің жұлдыздайсың ағыл моқшаттағыңнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың әсап жүрік сәніңнен. Тотыдай түрленесің, ғажайып күйгенесің. Назданып нұрланғанда, құлпырады бұл жалғанда. Аялы жан сырымсың, аяулым бал шырымсың. Шығыстың аруындай, ақ сәулелі ай нұрындай. Ертегі мұң бұрдың, бекесің ай мекін, бекесің жұлдыздайсың ағыл моқшаттағыңнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың әсап жүрік сәніңнен. Мұң бұрдың, бекесің ай мекін, бекесің жұлдыздайсың ағыл моқшаттағыңнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың әсап жүрік сәніңнен. Нұрымсың, жан гүлімсің, жан жырымсың шалқыған. Ертегімсің, көркемімсің, көңілімде балқыған. Ақ болымсың, көккөмсің, сезімімді баураған.
тұмарымсың сыңарымсың жүрегімді жаулаған